Сәлематсыздар. Бүгін түсіңізде мамандық иелерін көрсеңіз не болады? Түсіңізде врач кірсе ақ халатта, шеше алмай жүрген проблемаңыз шешіледі. Түсіңізде мұғалім көрсеңіз, мінез іс-әрекетіңізді бір саты жоғарылатыңыз. Ол үшін проблемаңызға қарай білім іздеңіз. Суретші, художник көрсеңіз, бойыңыздағы қасиетіңізді халықпен араласу арқылы, олармен сөйлесу, жарнамалау арқылы шығаруға ұмтылыңыз. Табысыңыз күннен күнге молаяды. Өзіңіз мұғалім болып жүрсеңіз, айта алмай жүрген сырыңызбен жоспарыңызды қағаз бетіне жазыңыз. Міндетті түрде орындалады. Судья не адвокат көрсеңіз, айналаңыз елдерден қателік іздеуді қойыңыз. Сонда ғана ісіңіз оңалады. Сатушы молшылықтың белгісі. Азық-түлік сатушысынан азық-түлік алып жатсаңыз, өте үлкен бір табысқа кенелесіз. Сатушыдан сатып алған затыңызға қарай кір немесе жыртық көйлек көрсеңіз, ол қателікке ұрынасыз деген сөз. Сатушы таразыға өлшеп беріп жатса, көп дұға оқыңыз. Кедергі әкелетін жағдайлар болып жатыр. Жеміс-жидек сатып алсаңыз, еңбегіңіздің жемісін көресіз. Кір жуып, киім жуғыздырып жатсаңыз, өсек-аяң сыртыңыздан әңгіме айтатындардан және кедергі әкелетіндерден аулақ жүріңіз, және сіз олардан құтыласыз дегенді білдіреді. Станокта жұмыс жасап жатсаңыз, өзгеріс, жолға шығу немесе жұмыс ауыстыру. Саудада жүрсеңіз, саудаңыз тоқтамай жүріп отырады.